Су жүрек қоян. Бір күні қоян ұзап серуендемек болады. Бірақ ол 3 қадам жасамай-ақ бұтаның арасынан бір сыбдырды естиді. Осы мені түлкі шығар аңдып жүрген деп қоян қорқып зыта жөнеледі. Жүгіріп дем алайын деп томаршаға отырғаны сол еді, тағы да бұтаның арасынан сыбдырлаған дауыс шықты. Қасқыр емес пе екен, мені аңдып жүрген деп үрейі қашып қоян тағы қаша жөнеледі. Ол жүгіріп дем алайын деп сәл дамылдайды. Неліктен мен сондай бақытсызбын? Менен ешкім қорықпайды, ал мен болсам бәрінен қорқамын. Сорлы басым-ай, одан да бұл қайғыдан суға батып өлгенім артық қой, дейді ол қамығып. Сөйтіп ол өзенге жүгіріп келсе, жағада бақа отыр екен. Сұрғоянды көре сала бақа есі шығып бақылдап суға секіріп кетеді. Бұны көрген қоян тоқтай қалып таңдана өз-өзіне: мен осы несіне суға батам, менен де қорқатындар бар екен ғой, деп райынан қайтыпты. Ертегі ұнаған болса, лүпіл қалдыр, арнаға жазыл.